Сәлем достар, бүгінгі видеода жүрек туралы айтатын боламыз. Жүрек бұл қалың жолақты еттен тұратын 4 камералы, үлкендігі адамның жұдырығындай жұмыр ағза. Жүрек кеуде қуысында 2 өкпе аралығының алдыңғы жағында орналасқан және ірі қан тамырларға ілініп тұрады. Оның ұзын білігі жоғарыдан төмен, арттан алға қарай бағытталған. Жүрек ұшы кеуде қуысында сол жақ 5-ші қабырғаға тіреліп орналасқан. Сонымен жүректе 4 қуыс бар. Олардың 2-і жүрекше, 2-і қарынша. Жүрекше мен қарынша арасында атриовентрикулярлық, яғни жүрекше қарыншалық тесік болады. Бұл тесікті жабатын 2-3 жақтаулы атриовентрикулярлық қақпашалар орналасқан. Осы қақпашалардың оң жақтағысы 3 жақтаулы трикуспидальды, ал сол жақтағысы қос жақтаулы митральды деп аталады. Қолқа мен өкпе артериясының қарыншадан шығатын жерінде айшық қақпашалар орналасқан. Қақпашалар жүрек жиырылған сәтте қанның белгілі бір бағытта ағуын қамтамасыз етеді. Қан жүрекшеден қарыншаға, қарыншадан артерияларға қарай ағады. Сау адамда қан кері ақпайды. Қозғыштық, қозуды өткізу, жиырылу жүрек етінің негізгі қасиеттері. Бұл қасиеттер қаңқа еттеріне де тән. Жүрек етінің ерекшелігі оның автоматиялық қасиеті.